Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Біздер бүгін осындай чак-чак жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге 5 жұмыртқа керек. Енді осы 5 жұмыртқамызға тұз қосамыз. Өте көп қосып жібермеңіздер. Енді екеуін жақсылап миксермен ағарғанша соғып аламыз. Венчикпен немесе вилкамен соғудың керегі жоқ. Бізге осындай әппақ пышный масса керек. Егер вилкамен немесе венчикпен соғатын болсаңыздар, сіздердің чак-чактарыңыз бұндай воздушный болып шықпай қалады. Енді ас содасын саламыз, бір чайный ложканың ұшыменен, және оған осындай уксус қосамыз. Егер бұл яблочный уксус болмаса, простой уксусты да қоса беруге болады. Уксуспен ас содамызды осылай газ етіп алып, осы жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Бұл чак-чактың құрамы барлығы видеоның астында жазылған, сол жерден қарап жасауларыңызға болады. Осы рецептімен даже хворстты жасауға болады. Енді тестімізді не істеді, демалдырып алған тестімізді осылай жайып, мен ортасынан 4-ке бөліп алам. Сіздерге ыңғайлы болатын болса, осылай жая берулеріңізге болады. Осылай 4 бөлікке бөліп, бір-бірлеп мен бәрін оқтаумен жұқалап жайып шығамын. Маған чак-чактың формасы осындай 4 бұрышты болған ұнайды. Сіздер өз қалауларыңызша істеулеріңіз болады. Ұзын қылып істеулеріңіз болады, соломка қылып істеуге болады, 4 бұрышты қылып істеуге болады. Мен осындай 4 бұрышқа да келмей, квадрат па сондай қылып істеп жатырмын. Осылай барлық тестімізді жайып аламыз. Енді қызған майымызға чак-чагымыздың салып қуырып аламыз. Міндетті түрде жиі араластырып тұрыңыздар. Себебі бұл көтеріліп майыңыз төгіліп кетуі мүмкін. Енді дайын болған чак-чагымызға сгущенка құямыз. Сгущенканы құйып араластырамыз. Егер сгущенка құйғыларыңыз келмесе, бетіне сахарный пудра сеуіп қоюға болады, онда да дәмді болып шығады. Осылай жақсылап араластырамыз. Мен ыдысым кішкентай болып қалып араластыра алмай жатырмын. Осындай чак-чак шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.